оңға солға жат тұр, қай кезде қалай. Мынаны Элизабет Лукас деген Штутгартта тұратын бір неміс кемпір бар, 78-ге келді, әлі өлген жоқ, әлі күресіп отыр Пускүйден, Франклдың тікелей шәкірті. Соның основасында қазақша кейстердің бар Қазақстанда болған оқиғалар. Қалай балалар шығып кетті осы Пускүйден. Мынаны алып алыңыздар міндетті түрде. Так, одан кейін жарысатын болсаңыздар, бұл балапай, балдарыңыз ерте мамандық таңдауда қиналып, не оқиын деп бас қатыра ма? Ештеңесі жоқ. Дуалды бейіміне қарай жық деген. Балаңыз биге бейімді ма? Биге бере бер, ештеңесі жоқ. Аштан өлген моласы болмайды. Күйге бейім бар ма? Күйге жібере салып. Бәрін жаппай айтиге бермеңдер, ақша сұрақты екен деп. Ертең ол рынокта толады, жұмыссыз қалады. Есесіне қазір Астанада ең көп ақша табатындар білесіздер ме? Кім екен? Қол өнершілер қазір. Ана киіз бірдеңе басып жатады, страшный миллионер бәрі. Барып сен ана кесте тігетіндерің бар, мастер класс алайсың, сағатына 20 мың теңге. Мен қызым бере алмай отырмын, сұм ана қымбат ана нелер, текемет тігетіндерің. Сондай кішкене содан хабарларыңыз болсын. Ана мамандықтың мәні деген кез келген мамандықпен бақытты өмір сүруге болатын дәлелдейді философиямен. Өте қызық, смысл профессия деген. Мамандықтың мәні Сәкен Нұрқабек жазған. Так, мына кітапты оқыдыңыздар ма, оқымадыңыздар ма, мен білмеймін. Бұл Пускүйде деген атақты бестселлер. Бұның басында ағылшыншасы The Age of Nothing деген 12-ші жыл шыққан. Орысша сөзбе-сөз аудармасы Эпоха пустоты деген 22-ші жылы Россияның ғалымдары аударған. Біз 23-ші жылы бұның қазақша вариантын жасадық. Көшірген жоқпыз. Оқыдық, теориясын түсіндік. Қазақстанда Пускүйде қалай пайда болды? Мына өзіңіз диагноз қоясыз. Аурудың төркіні табылды дегенше емі табылды дей бер деген сөз. Сіз өзіңіздің үйіңіздің қаншалықты әулетіңіздің бала-шағаның қиын жағдай тұрған осыған қарап байқайсыз. Мына карта сізге. Так, егер балам әлі кішкентай 13-ге толған жоқ дейтін болсаңыздар, онда спасение мынау. Әлдейден эпсқа дейін. Мынаның ішінде жаңа менің балам айтып тұрған бата бар ма, видеодағы соның бәрі осының ішінде тұр сыңғырлап. Батасы, санамағы, тақпақ, қуғымаш, бесіктер, егер осы соңғы 1-2 жылда босанбаған шақалақ бөпе асырап отырған мамалар бар ма? 6 айлық бөпесі бар, сондай. Оларға болатын болса, мынау дауа. Негізі осыны ұсынады. Так, одан бөлек мына кітапты да алып үйлеріңізді, сразу айтайын, бұл кітаптарды мектепте оқытпайды, себебі мектепте оқытуға тыйым салынған. Себебі бұның ішінде Алла, Нұх пайғамбар, Мұхаммед пайғамбар деген сөздер кездеседі. Соған байланысты Астанадағы жаңағыдай өте сезімтал ата-аналар, мен балам діншілдікке кетіп жатыр деп жүрегі тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан мұсылманшылығына сенімді, Ақтөбе, Қызылорда деген сияқты мындай бір рухани тәрбиесі Маңғыстаудың қазақтары болатын болса, қорықпай, мен атам әжем айтатын әңгіме дейтін болсаң, сонда мынаны аласыз. Бұл не? Бұл естеріңізде ма? Кішкентай кездеріңізде сіздерге тыйым салып өсірді ма? Нанның қиқымын теріп жеп қой деді ма? Сіздер жедіңіздер, не деді? Бай боласың, таза чемпионский тапсыр. Негізі әңгімесі басқа. Әрбір үйде ысқырма, ер адамның киімі басқа. Сондай, сол қолмен амандаспа, оң қолыңды беріп амандас деп айта ма? Соның бәрін түпкі тыйым талаптарын, есікті тіреме, соның бәрі бар мынаның ішінде. Егер кішкентай балаңызға соны аңызымен, қиссасымен жауап бермейтін болсаңыз, ананың көкірегінде қазір мода болды, жабылмаған гештальт деген, сол жеріңізде ана баланың көкірегінде сол күйі қап қояды. Біз есейіп кеттік, әлі күнге дейін сол сұрақтар мазалайды бізді. Сөйтіп айтты екен деп жүреді. Оны қазақтар ұмытпағанда революцияның кесірінен Совет Союзы қырып жіберді ғой, тыйым. Сөйтеді дағы қазақтар үйтпе дейді. Неге десең? Сол! Енді біз ғой мақұл оған көндік 80 жылдар. Сол десе жарайды. Қазір балдарға не сол деп өзіне ұштады. Өйткені бұларда личный граница бар уже. Сондықтан мұнамен жайлап кішкентай. Сосын бір өте мына кітаптарын бәріне қызығып сатып алып, баламды бір күнде кейіне қыламын, жаңағыдай бата жаттатамын деп балаңызды ұрып өлтіріп қойып жүрмеңіз. Ол аздан үйретіледі. Күніге 5 минуттан, 10 минуттан, бір-ақ шумақ үйретіледі. Саған бата бар ма, жаңа менің балам сатырлап соғып тұрған, оны 4 қатардан артық бермеймін жаттатқан кезде. 4 қатардан қосып отырады, ол 10 күнде жаттап кетеді ананы. Аздан игереді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан жырларды да мына ішінде тақпақтап берген кезде жаңағыдай барып, сен қуып жетуің керек, Санжардың баласы қырып жатыр, жаңағыдай. Сен жүрсің мынау деп, тұншықтырып қоймаңыздар. Аз-аздан сыздықтатып жібере беріңіздер. Одан кейін мектепте жарыс өткізетін болса, балдарыңызды идеал қылатын болсаңыздар, мына кітап тамаша. Бейсен және болмыс. Мынау атақты айтуға болмайтын ведущий. Бұл менің досым, 10 жыл екеуміз жақсы жолдас болғанбыз. Бұл енді адамзаттың асыл еден. Ой, жарықтық. Мынаның өмірін оқысаңыздар, еңіреп тұрып жылайсыздар. Сондықтан жаңағы математикадан ағылшынды оқи беріп, жүрегі қатайып кеткен балдарыңыздың жүрегін жұмсартамын дейтін болсаңыздар, бейсен және болмысты оқытасыздар.
Мектепте де жарысты осыдан ұйымдастырса сұмдық, мына енді идеал. Балалар кәдімгі еліктейді мынаған. Мынаның альтруизмі деген енді ойбай, бұны айта алмаймын енді. Так, бұны біз қайтыс болғаннан кейін жаздық. А мынау шум болып жатқан көрдіңіз бе? Жаңа Ақтөбе, Орал бәрін шайқап жатқан осы бүкіл Қазақстан төңкеріп жіберді, мәдени майдан деген. Бұны Тайқазанды алып келіп, Наурызды қайтарып, бәрін ақтап жүрген. Колбиннің кезінде Қазақстанда екінші адам болған ЦК-да, секретар по идеологии. Шәуіліне Шымкенттің қазағы, кейін өлетін кезінде жалғыз Арыстан бабының басына барып жерленген жалғыз чиновник, қалғандар кеңсайға барып жетеді. Көрдіңіз, өте бір таңғажайып тұлға. Енді осы тұлғалар сериясын біреуін Ташкент, кеше Хрущевтің төбелесетін, бес облыстың төбелесін деген атаң бас саған дейтін, қорқытатын Хрущевтің жүрегі ұстап қалған осы. Так, бұл да бір адамдардың патриотизмін, елге деген махаббатын қатты күшейтіп жібереді. Бұл тұлғалар бойынша кітап жарыс ұйымдастырамын дейтін болсаңыздар, біріншіден директор пәрмен береді, завуч оны шартты түрде қабылдайды дағына, тасты Самараддинге береді. Самараддин бір өз отырғанға өй қолдан не келеді деп қалмаңыздар, ананың артында 200 адам бар. Мына студенттер бәрі жалмаңдап отыр, қаяқтан не бар, давай ұйымдастырайық деп. Комиссия. Бірақ нәрсе бар. Ата-аналардың арасында ауқатты қазақтар болса, спонсор болса, жарысқа бір 200 мың, 300 мың теңге тіксе, вообще кайф болады. Сосын кітаптарды көп алатын болса, по-моему, 3 мың теңгеден ба, сондай не алады. Сіздер енді жаңағы бір күнгі егесі бермейді, бір күнгі өгіз бермейді, 2 күнге егесі бермейді, бір жылға қоянның терісі шыдайды деген 3 мың теңгеге бір кітап алып берсеңіз, балаңызға ырзықыңыз кеміп қалып, үйіңізде холодильнигіңіз пустой қалып кетпейді. Балаңыздың жеке кітапханасын жасақтай бересіздер. Жалпы балаңызға кітап жеке библиотека жасақтап, сол мәдениетке үйрете беріңіздер, ертең жеңілесіздер. Уақыты өтіп кеткеннен кейін жаңағы ақсаған малай ұқсап, ойбайлап жер тепкілеп отырмаңдар. Ал егер енді бұл пысық әйелдерге арналған нәрсе ғой, қайратты, витамин ішіп алып, бүкіл жұмысты жапыра беретін жағдай. Бірақ әйелдердің бәрі бірдей қайратты болмайды, әйелдердің бәрі бірдей күшті энергиясы тасып тұрмайды. Ішінде D3 жетіспей 12-ге дейін ұйықтайтын әйелдер де болады. D3-дің жетіспеуін кесірінен түске шейін ұйықтайтын әйелдерге арнап шығарып қойған. Бұл не істейді енді? Бұл айтуға уақытым жоқ. Или жалғызбасты әйелдер болуы мүмкін, күйеуі қайтыс болады, ажырасады. Соған байланысты екі жерде жұмыс істейді дағына тәрбие бере алмай қалады, күш жетпей қалады кешке баласымен отыруға. Сол кезде мынаны алады да дауыстап қоя саласыз. 13 мың ба сондай тұрады, по-моему, қанша? 13 мың теңге тұрады, 94 дискісі бар. Мына кітаптың ішіндегі айтқан құндылықтардың бәрін студияға алып барып профессионал әйелдің даусымен оқытқан. Дауысы сыңғырлап. Ішінде менің оқығандарым бар, әділгерейдің оқығандары бар, сондай қиссаларды. Алады да қойып қоясыз, дауыстап тұра береді, құлағына мына сол жақ құлағына айттым ғой бағана. Сол верениктен кіре беру керек. Мына извилинаны ұстап тұрса болды. Ал кейіннен грамматикамен өзі сөйлей береді. Так, одан бөліп. Так, мына кітапты қараңыздар. Енді бізге әсіресе Алматы мен Астананың ата-аналары өте щепетильный болады. Ана материалдардың ішінде Алла деген, Құран деген сөз кетіп қалса болды, жүректі ұстап бөліп қалса, мына ішінде дін бар екен деп, сорға енді мұсылмансың ғой, не істейміз енді? Қайтып істейміз енді? Қайтадан коммунизм ақбілейіп келді, қайтадан Совет Союзды орнатайық па енді? Дейсің. Сонда да олар невроздар басылмайды, қалтырап дірілдеп қорқып кетеді. Дедік тағы сосын ұнарғанда бөлек кітап жазыңдар деді. Сонымен жағы неврозы қатты қозатын ата-аналарға арнап отбасында 30 сабақ деген. Мынаның ішіндегі діни мәтінді бәрін сыпырып тастады сосын. Жартылай Советский Союз былайша айтқанда. Егер ностальгияңыз әлі басылмаса, сырға деген осы кітаппен сөйлесіздер. Бұның ішінде би шешендер, қара есептер, Қожа Насыр хикаялары, сондайлар жүреді. Бірақ ішінде әулиелер туралы бір-екі қызықты ғибрат әңгімелер бәрі кездеседі. Өйткені онсыз айналып өте алмайсыз. Түсініңіздер ме? Егер оның бәрін түгел талқандаймын дейтін болсаңыз, онда орнына американский культура аласыздар. Вообще ештеңеге сенбейді. Кей атаулының бәрін таптап жүре беретін ұрпақ аласыздар. Көрдіңіздер? Сондықтан сіздерде таңдау сондай кең емес. Так, үйлеріңізде құт береке кіргізіп былай күйеумен отырып, баламен отырып оқимын дейтін болсаңыздар, бұл алтын орданың кезі, бірақ бұлар классика. Бұл мектепте оқытылмайды, сразу айтайын. Мектепте бұдан жарыс өтпейді. Мектепте жарыс өтуге лайықты кітаптар мынау, тұлғалар сериясы. Сосын мынадан болады өтуге. Так, уыз кеудеден жасауға болады. Сосын Финляндия қайда? Финляндия жоқ па? Финляндия жасы, Финляндия қалай оянып деген. Мектепте жарыс өткізуге арналғандары бар.